Жақында ашылған комета қазір күн жүйесінің ішкі бөлігінде және телескоппен, мүмкін дүрбімен көрінуі тиіс. С-2022 E3ZF кометасы өткен жылдың наурызында алғаш анықталғандақ Юпитер орбитасының ішінде. Ол күнге 12 қаңтарда барынша жақындайды, ал 2 ақпанда жерден 42 миллион километрде өтеді. Кометаның болашағын болжау қиын. Дегенмен жарықтығы осылай арта берсе, дүрбімен оңай байқалуы тиіс. Ал тасқараңғы аспаннан мүмкін тіпті жай көзбен де көрініп қалар. Солтүстік жартышардағы бақылаушылар кометаны таңғы аспаннан көреді, өйткені қаңтарда ол солтүстік батысқа қарай тез жылжиды. Оңтүстік жартышардан оны ақпанның басында көруге болады. Бұл құйрықты жұлдыз 20 жылғы Неовайс кометасындай әдемі көрініс бере қоймас. Бірақ бәрібір сонау алыс сыртқы күн жүйесінен келген мұзды қонақпен жеке танысуға мүмкіндік бар.